Бөрлі ауылындағы Тәжімұратовтар әулеті биыл мерейлі отбасы ұлттық байқауында Батыс Қазақстан облысы бойынша жеңімпаз атанды. Үйдің отағасы Нағим Тәжімұратов 1956 жылы дәл осы ауылда малшының отбасында дүниеге келген. Ата-анасы мал бағып күнелткенімен балаларының оқып оқуына жағдай жасай біліпті. Нағим Тәжімұратов сол аумақтағы мектеп-интернатта білім алады. 1975 жылы әскери борышын өтеу үшін Венгрияға жолданады. 2 жылдан соң елге оралып, еңбекке араласады. Алайда алдымен малға емес, Алматыға барып, құрылыс саласына бет бұрады. Алматыға барып, мен өзім выставка дейміз ғой, енді. Сол көрмеде салынған стройка саласында жұмыс істедім. Сол көрмеде выставкада алтындан деген 6 этажды гостиница салдық. Ең бастаған бірінші мамандығым болған жоқ барған кезде, бірақ сол құрылыс саласына жаңағы істейтін мамандықтарды жаңағы газ электр сварщик мамандығын алдым. Кешкі мектепте оқып, одан кейін жаңағы тас қалаушы, стропольщик, бетонщик, сол мамандықтардың бәрінде игеріп алдым. Жолдасым Гүлнар, хлопчатобумажный фабрика дейді, АХБК дейді. АХБК-де жаңағы жұмыс істеді. Нағим Тәжімұратов өзімен қатарлас еңбек етіп жүрген сүйіктісіне көп замай үйленуді ұйғарады. Сөйтіп, 1979 жылдың қазан айында жастар шаңырақ құрды. Небір қиындықтар кезіксе де, олардың бір-біріне деген ыстық ықыласы бәріне қалқан болды. Отбасыларында 1 жылдан соң тұңғыш сәбилері 6 ай өмірге келді. Әке мен ана атанған жұбайлардың өмірге деген көзқарасы тіптен ерекшелене түсті. Олар отбасы құндылығының маңызын жете сезініп, бала тәрбиесін басты орынға қойды. Уақыт өте шаңырақ үбірлі-шүбірлі болды. Ерлі-зайыптылар 2 ұл мен 3 қызды ешкімнен кем қылмай бағып қағып, еңбекке ерте шынықтырды. Біздер ерте жұмсап бағыптады. Мәшін, жаңағы 6 деген бағаны жұмсап, техникаға үйретіп, мәшінен ерте деді 6 ай, ерте деді ол. Сол 7-8 оққандай деп кетті өдеймін. Енді қыздарымыз бұл кездерінде білмеймін, біздер жаңағындай нағайым жұмыстарда жүрген соң енді кісі көп келеді, келім кетім кісі көп қой ауылда. Қыздар қолғанат болып ерте сейіп жұмсадық біз енді сабақты да оқимын деген балаға ештеңе кесел келмейді ғой. Қара шаңырақта бір үйдің ғана емес, ағайынды адамдардың балалары тай құлындай тебісіп бірге өсті. Нағим Тәжімұратов 1997 жылы өз қожалығын құрып, мал шаруашылығын дамытуға екпін қойды. Еңбекқорлыққа тәрбиеленген балалар да әкесіне қолғабыс қылып, шаруашылықтың басы қасында жүрді. Агроқұрылымның оңалуы отбасының ортақ жемісі деуге болады. Ата бабамыздан мирас болып келеді ғой, осы мал шаруашылығы. Соның кәсіби айналысамыз. Осы 4 түліктің бәрі бар, 5-6 қыстағымыз бар. Осы 2 қыстағымыз жол бойында, қалғандарына марын құмда. Осы әкемізден көрген тәрбиеміз малмен айналысып. Әулеттің үлкендері бүгінде ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырды. Шаңыраққа 2 келін түсіп, отанасының қолы ұзарды. Гүлнар апамыз келіндеріне оң бағыт бағдар көрсетіп, білген түйгенін үйретуден жалыққан емес. Келіндеріміз жақсы енді, бұл келін жастай түсті біздерге. Осы енді алашта оқу бітіріп келді. Содан кейін қазір бәрін үйренді. Бәрінде мен келіп кетті. Келінге сеніп кетеді екенсің. Бізде кішкене енді ондай үлкен болмаған кезде де түсті ғой. Бірақ сол келінге сеніп кеткенбіз қазір. Бәрін өздері ұқсатады. Бұл киелі шаңыраққа 2005 жылы келін болып түстім. Енді әрбір келін ең бірінші келін болып түскесін ене мектебінен өтеді. Енді ене ол келіннің екінші анасы. Екінші анамнан үйренгенім көп. Соның ішінде қазақ халқының бойындағы ерекше қасиет, қонақжайлық қасиетті
ерекше ұйғардым. Үйге қонақ келсе, қонақпен бірге береке, құт келеді деп үнемі айтып отыратын анамыз. Әулеттен ұзатылған қыздар да басқа шаңырақта дәл осылай бақ береке кілтін тауып отыр. Анамыздан алған тәлім тәрбие жат жұртқа тез сіңіп кетуімізге мол септігін тигізді дейді олар. Басқа шаңыраққа барғанда маған ондай қиын болған жоқ. Бәрінде үйден енді анамның берген тәрбиесімен үйреніп, үйдің жұмысына бәріне икемді болдық. Жолдасыма қызметінде жаңағы көмектесіп, осы күнде жұмысымды қойдым. Қазір үй шаруасындамын. Балаларымыздың бәрі мектепте оқиды. Орал қаласында тұрамыз. Жаз уақытында балалар демалысқа шыққанда ауылға келіп қырда боламыз. Ата-анамызға көмектесеміз шаруашылыққа. Жазда сол сиырымызды сауып, қыста жейтін майымызды бәрін жинап аламыз. Бие сауып балаларға қымыз ішкіземіз. 2009 жылдан бері қарай Құдайға шүкір сыйласып келеміз, ұрпағымыз өсіп жатыр. Бұрыннан да танимыз, жақсы араласпағанмен сырттай осы елдікі болғасын танимыз ғой. Бұрын құда болмастан да бұрын сыйлас, таныс адамдар. Балалардың үлкені Алтай бөлек қожалығын ашып, кәсібін одан әрі дөңгелетіп әкетті. Қазір қырда қырықтық пен шабындық маусымы қызу жүріп жатыр. Алтай таң атысымен ерте тұрып, көлігімен алыстағы агроқұрылымға бет алады. Далада дүрілдеген тракторлардың үні күні бойы үзілмейді. Осы енді қыстың қамын жазда ойлады дегендей, осы қысқы мал азығын осы ерден дайындап жатыр. Осы 50% дайындадық. Осы екі қыстағымызға дайындап тастадық. Шөптің зияны жоқ. Осы биыл науқан жақсы жауын шашынды болды. Соның арқасында жерге шөп шығып, осы дайындап жатыр шөпті. Төрттілікті түлеткен отбасы қазір малды асылдандыруға ден қойды. Мүйізді ірі қараның Герефорд, қазақтың ақбас сиыры тұқымдарын бағып отыр. Шаруашылықта 20 шақты адам тұрақты жұмыс істейді. Фермерлер еңбекқор жұмысшылардың маңдай терін бағалай біледі. Әрбір шаруамен қоса, олардың отбасыларына да қажет кезде көмек көрсетіп тұрады. Шаруашылықты жүргізу үшін малшы болсын, тракторист болсын, аспазшы болсын, бәрі де керек қой. Бұл енді шағын ғана емес, мал басы ұлғайғаннан кейін бірнеше жерге жаңағы мал орындарын салып жұмыстанасың. Оның жаңағы қысқы орны болады, жазғы орны болады. Малшылар жаңағы жұмыс істейтін жұмысшыларға да олардың да жағдайын жасауын керек. Жаңағы точкілердің бәрінде де монша, сол үшін мына трассының бойындағы нелерде, точкілерде бәрінде де газ, свет, оларға да мен жаңағы көмегім жасадым. Біреуінің, былай айтқанда, жиені дейміз ғой, енді қазақша айтқанда біз, орыстың келіншегі, қызының баласы. Жаңағы колледжге оқуға түсіріп жіберуге көмектестім. Қазір сол бала кәдімгі дұрыс жұмысын істеп, маман болып, кәдімгі должностьта да отыр. Нағим Тәжімұратов туған жерін көркейтуге, рухани құндылықтарды насихаттауға да баса назар аударып келеді. Ол өз ауылының тынымбағына соғыс майдангерлеріне арналған мемориалдық ескерткіш орнатты. Кешенге жерлес сарбаздардың әрқайсысының есімі қашалып жазылған. Нағим Тәжімұратов олардың ерлігін немерелеріне дәріптеп отырады. Тәжімұратов Қитан деген менің әкем, сіздердің аталарың, кешегі үлкен аталарың бар ғой, қуаншаты. Соның әкесі, менің әкем, мені қараңдар мені. Тәжімұратов Қитан деген, соғысқа барып, ел көріп, 71 жылы қайтыс болды. Аталарың, соны білулерің керек. Ар жағындағы ауылымыздан жаңағы 41-45 жылы Ұлы Отан соғысына аттанып, елге оралмай қалған ауылдың азаматтары, соларға арнап қойылған. Әулеттің билік саласындағы орны да бір төбе. Нағим ақсақал жергілікті мәслихат депутаты болғанымен қоса, туған інісі Меңдібай Қитанов талай жылдан бері ауылдық округты басқарып келеді. Білікті басшыға жерлестері сенім артады. Жуырда ғана халықтық сайлауда тұрғындар өз әкімдерін қайтадан сайлауы осының айқын көрінісі.
1997 жылдың күзінде бұрынғы Көктөбе ауылдық округі, осы ауылдық округке маман болып келіп, ауыл әкімінің қызмет атқардым. 2001 жылдан бастап бұрынғы Көктөбе, қазіргі Темірмасен ауылдық округінің әкімі болып қызмет атқарып келе жатырмын. Ауылдың тыныс-тіршілігін айта кететін болсақ, қазіргі таңда Темірмасен ауылдық округінде 1225 адам халық есепте тұрады. 2 елді мекен бар. Негізгі халықтың тұрмыс-тіршілігі 4 түлік мал. Қазіргі таңда ауылдық округ бойынша 67 шаруа қожалығы бар. Елге сыйлы әулет туралы ауылдастарынан оң пікір ғана естуге болады. Олардың іскерлігінде, отбасыдағы тәлім тәрбиесінде, қайырымдылығында жұрт жыр қылып айтады. Қатарлас бірге істедік. Мен электронды бұл ғылым зәтеклік болды. Содан білем, үшінізін араласып, шақырысып, қонаққа бұлайда араласып тұратын адамдармыз. Ауылдың адамдарына бәріне де көмектеседі. Оған енді рахмет айтамыз енді. Действительно, кім қандай адам болса да, саған қол ұшын беруге әзір тұрады. Әулеттің үлкендері немере жиендерінің сапалы білім алып, елдің өсіп өркендеуіне атсалысқанын қалайды. Әрі ата кәсіпті де одан әрі жалғастырып, өзара бауырластығы ажырамас екен дейді. Аймақтағы мерейлі отбасының ортақ арманы осы.